Сәлем достар, мен есімім Жанейле, мен Анталияда оқитын студентпін. Біз негізі достар болып бірнеше жылдар бойы Ликия жолына барамыз, табиғатқа барсақ деген оймен жүрдік, бірақ бірнеше жыл бойы жай ғана сөз болып қалды. Бірақ біз кенеттен бір апта қалған кезде барамыз деп шешіп, отель жалдап, рюкзактарымызды дайындап, ешқандай дайындықсыз барамыз деп шештік. Ал Ликия жолын тек қана суреттерден ғана көрген болатынбыз. Енді міне біз үйде отырмыз, еш дайындықсыз, жай ғана рюкзактарымызды шығарып, кроссовкаларымызды дайындап қойдық, бірақ бірнеше күннен кейін біз тректе боламыз, және әрине біз қорқамыз ба? Әрине қорқамыз, дайынбыз ба? Жоқ, бірақ барамыз, ол 100%. Енді кімнің нағыз шыдамды екенін Ликия жолында көреміз. Біз Ликия жолына кеттік. Тамақ жеуге келдік. Феткедеміз. Эресте торговый центр бар, сол жерден осындай табақ алдық. 270 тұрады екен. Макарон, тауық таңдап алса болады. Қандай мысалы мен аштысын алдым, қыздардың көри сослы, простой, классический бар, салатымен, мақпал, сорпа, лахмат, чаймен, салатымен. Менің ғана соғым жоқ. Кім? Біз қазір Феткеде жүрміз. Тамақ ішіп алдық. Қазір жай ғана лиманның ішінде осылай қыдырып жүрміз, қаланы көріп. Қазір енді Феткеден шығып, Долмуш дейтін кішкентай автобустар болады. Соларға отырып, Өлі деңізге барамыз. Арасы өте жақын. Өлі деңізде отелімізге барып, бұйырса заттарымыз тастап, Бабадаққа шығармыз, телеферикқа. Телеферик канатный дорога. Соған енді көреміз. Бағасы да қымбат болып тұр. 660 лира екен. Ол дегеніміз теңгемен 7000-нан асады жүр. Бірақ видео өте керемет, өте популярный. Адамдар көп баратын жерлердің бірі, сондықтан шығармыз. Koyayım ben. Cöbrik. Ликия жолына келдік. Енді бұл сапарға негіз дайындалған жоқпыз. Жай ғана неге көрмеске деген мақсатпен бастап кеттік. Бұл жолда енді барлығы бір апта қалғанда дайындадық негізі. Отель барлығын, ал бірақ жаңағыдай енді алдымызда 17 километр жол, және 6 мүмкін одан да көп сағат жол бізді алда күтуде. Сондықтан бізге сәттілік. Ликия жолы деген әлемдегі ең танымал трекинговый маршруттардың бірі. Яғни негізі осы Феткеден басталып, Өлі деңізден Анталияға дейін 540 километрді қамтиды. Бірақ біз бүгін 2 күнін бірінші Өлі деңіз
кабак, сосын кабактан ары қаратай бір ауылға дейін барып, сосын сояқтан долымшыға отырып қайтамыз. Бұл жол өте ерекше, өйткені тек табиғат емес, тарихты да көруге болады. Бұл жерде 2000 жыл бұрынғы ежелгі Ликия өркениетінің іздері сақталған. Кейбір бөліктері өте жеңіл болса, кейбірі керісінше тік, тастары көп және физикалық тұрғыдан қиын. Көп адам бұл маршрутты толық өтпейді, әдетте 2-3 күндік бөліктерін таңдайды. Сондықтан бұл жай ғана серуен емес, алдын ала дайындықты талап ететін жол. Жол басталғаннан несі 1-2 километр ғана болды. Уже мынандай биік набор высоты басталды. Осындай видпен, осындай тастармен. Өте қиын екен, өзімізді асыра сілді переоценить етіп жүріппіз. Бірақ өте әдемі. Бірақ өте шашақат. Уже 20 минут жүріп, 5 минут демалуға отырдық. Қат жаршадық. 3,66 километр дейді. 1,5 сағат жүрдік қой. Негізі ең басынан. Осындай болып кеттік уже. Әлі алды 6-7 сағат жүреміз. Дем алып. Надеюсь, будет бағана қасымыздан негізі 3-4 адам өтті. 5 адам дейм, сөйтіп өтті. Барлығы уже баяғыда алдыға кетіп қалған. Біз олардың шаңына да ілеспей қалып. Қатты жүрек деген 150 болып сауып жатыр ғой. Мында қатты сауып жатыр. Ана жерден осы тауды айналып, осылай келдік. Бір 10 минут дем алдық қазір. Тағы шығамыз. Жер өте әдемі. Осылай күшті жүріп келдік. Енді алдымызда тағы бір 5-тен 1 бөлінген ғана өттік. Енді 20 минут сайын дем алып. Енді более-менее түзу жолға түсеміз. Осылай. Мынандай шашымағанымыз ғой жүргім. Жерден алып. Өте қалышты. Далада жатқан тамақ жоқ деп көй. Жолдың бойында осындай сулар әкеп қойған. Осы жерден 25 лира ақшасын салып, керегінді алып, мында мусорын тастап, тылай кетесің. Мынандай видпен. Достар, алғашқы 5 километріміз жүріп өттік, өте қиын болды. Өйткені көп жерін, жаңа 2,5 сағат жүріп келіппіз. Бірінші 5 километрда сон бір сағаты қатты биік көтерілулер, тастар өте қиын. Тіпті кішкене тобығымды ауыртып болдым. Солай көтерілік. Қазір өте күшті. Түп-түзу жермен жүрген. Мына осылай келе жатырмыз. Қалай шығып жатыр, не знаю еще. Криво шығып жатыр, не шығып жатыр. Особенно өзім жүрген видео. Жолдың барлығында осындай жол көрсететіндер бар. Адаспайсыздар. Maps.me деген негізі карта бар. Соны офлайн карта скачать етіп алып, сосын осы Ликия жолының осы Еге бөлгесі деп шығады. Сол жерді скачать етіп алсаңдар, бүкіл карта барлығы, жолдардың барлығы, бүкіл тропалардың бәрі негізі көрініп тұрады деп айтамын. Достар, мына жер ердегі болып. Екі аптаның ортасы бір бара деймін. Жолда осындай сулар бар. Ішуге де болады. Ауыл байып болып келеді. Ауыл. Жолда тағы осындай белгілер болады.
осылармен де бағыт алып жүрсек болады. Бағана басқа жерге бұрылып кетіппіз. Мына осындай жерге келді. Перекусқа тоқтадық. Мынандай витпен магазин және осындай отыратын жерлер бар екен. Несі кафе ма сондай ғой, бірақ күшті тамашаға келді. Кол алдық, сок алдық. Ой, айтсам. Айтпа, мен де тізем. Келебеклер вадисі деген осы жер. Бұл жерге тек қайықпен ғана су арқылы келуге болады. Бұлайша мына жердің арасынан баратын жол жоқ. Мысалы, мында үйлер сондайлар бар, бірақ неге дейін салмайсың, жаяу. Сондай осы жерге дейін келдік. Қазір бізде 13,5 километр жүріппіз. Әлі алда бір 400 километріміз бар, сондықтан қарғата кетіп. Кабаққа 309 километр қалыпты. Пляжына дейін 2 километр. Осы мындай жолда нұсқаулар бар. Соның бойымен осылай барамыз. Бағана машинаның жолымен жүргенбіз негізі. Жеңіл болды біраз. Анау таудың осы етек жағынан айналып, былай таудың артынан бүйтіп келе жатырмыз. Солай. Көп келмейді ғой. Кеше 20 километр жол, 8 сағат 20 минут, сөйтіп Кабаққа жеттік. Өте қатты шаршадық, аяқтан аяқ қалмады, тізеден тізе қалмады. Негізі тауға жоғары көтерілген қиын ба деп ойласақ, жаңағыдай дем аламай, өкпеміз өшіп, санымыз ауырып сөйтіп шығып едік. Түскен тіпті қиын екен. Табанына салмақ салынған кезде өте ауыр, сосын өте қиын екен. Жаңағыдай тастармен, солармен түскен кезде сырғанап, бір-екі рет тайып кеткенде кішкене сырғып түскен кездерімізде болды. Жаңағыдай жол қиын деп айтамын, бірақ арындасанда жаңағыдай аяқ киімін өте жаңағыдай жүгіретін, сондай аяқ киім болса кішкене тайып кететін жерлер бар екен. Енді андай трекинговый обувь дейді ғой, сондай болса негізі күшті болушы еді. Тайғанамай кішкене уверенно жүруші едік, бірақ олай әрқайсымыз енді бар кроссовкиміз киіп шыққаннан кейін бір-екі жерден кішкене қиын жерлер болды. Бірақ барлығы емес. Вид деген өте әдемі. Жолдың барлығы тау. Бір жағына қарасаң теңіз, бір жағына қарасаң тау. Солай күштілеп жүріп келдік. Енді екінші күнді жалғастырмаймыз деп шештік. Осы Кабақтың өзінде қондық бунгaloда. Енді осы жерден пляжына барып, қазір отельден шығып, заттарымызды алып, пляжға барып, сол жақта 1-2 сағат жүріп, сонымен Феткеге қайтатын болдық. Феткеден автобуспен қайттан Анталияға қайтатын болдық. Екінші отрезок жолды жүрмейміз деп шештік. Барлығымыздың аяқтарымыз мозоль болып ауырып, жаңағыдай екінші неге жүре алмайтын болдық.
Бірақ өкінбейміз, келесі жылда келеміз, өтеміз. Мүмкін кейін дайындалып, мүмкін палаткамен қойғанда күшті деп ойлаймын. Солай кейін тағы бір келерміз. Давай. Біз 12 жарымдағы автобусты өткізіп алдық, енді сағат 3:30-да ғана келеді екен. Сағат қазір 1:30. 2 сағат күтеміз. Өткізіп специально өткізіп алған жоқ. Біз білмей қалдық, өз бір сағатта бір жүреді деп ойлағанбыз, сөйтсек 2-3 сағатта бір жүреді екен. Палаки. Содан ондай бетпен мұнда тауға қарап, теңізге қарап отыр. Торговый центрға келіп, осылай табық тұрым жейін деп жатырмыз қыздармен. Біз Анталияға жеттік, ал видеоның соңына дейін көріп, бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет.